Сәлемдестер, бүгін мен аспанға қарап настроением түсіп осы ауылдың табиғатын кішісін айналыпсын көрші новыйдан алған шұғылым. Сосын дұрыс қақ бар. Өзімше очкиінемін, бір жағын қосылмаған. Ана кітап оқып жүрмін, оны мен 23-ші бетіне келдім. Вот. Сосын орнына қойып қойдым. Потом наушнигімді тақтым құлағыма. Бір билеп алдым. Йо-йо деген музыка кетіп. Мына енді біздің ауылдың табиғаты шіркін қой. Өте таза ауаны тағы да мен жоғалып түсіре беретін болдым ғой. Осындай ауа. Үйді көрдіңіздер ма? Қызыл не сол менің нағашым. Вот өзімше болып тұрмын, аяқта чешімді көрсетіп. Ішім пысып тұр сосын. Дедім ой, не, камар екен, бәрі көзім қылай дейді, кәдімгі көзім қылай ма? Сосын очкиге барып крутой болдым. Қой, деген кетеді ғой. Бека! Аяқта. Бека деп айқайлап жатырмын ғой. Бека деп. Бека! Аяқта тағы да жоғалып түсірдім мен. Чё там, Бека? Сосын анау біздің көрші өте күшті. Аха! Деді, сен подругам шақырып тұр, дайын барайық деп кафешкаға. Бұл болмайды деді. Переход жасайын деп, переходтың жартысын ұмытып кетіппін. Вот осындай образ құрастырдым да қатты өзгертпедім, боянғаным да көрінбей тұр сіздерге. И вот шаршап кетіп отырсам, аспаннан ручка түсті. Сен аяқтан бар. Дәптер тоғыл. Сен сіңілім дәптер екен, аяқта 100 лайк деп тұр екен. Кімдікі деп қоям. Сосын бір кезде кімдікі депсем, бір кезде сестрам антағы менікі деді ғой. Сосын дегенім настроением түсіп кетіп отырсам, дайындал, тез дейді ғой, подругам жазып қойды. Сосын, батыл деген, мен 100-ға, ол 1-ға, мен 1-ға, мен 10-ға, ол 100-ға жетіп өрген достар, жеткізейші менде бір лайкта жоқ қой.